Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, бүгін мен сіздермен осындай мини-блинді жасау жолымен бөлісемін. Мен духовкада пісіремін және де заттарды осындай ұсақтайтын ыдысымда өлшеймін. Ең бірінші шпинат. Шпинат 80 грамм. Моцарелла сыр 100 грамм. Шпинаттың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Егер сізде гемоглобин тұрақсыз болса, сізде шпинатты қолдануды әдетке айналдырсаңыз жақсы болады. Нөлді басып, лимонды осылай жұқалап кесіп алып, мен бөліктерге бөліп салып жібердім. Қаласаңыз, сіз шырынын ғана алсаңыз болады. Және де тұз салдым. 3,2% майлықтағы сүт. Сүттен 150 грамм. Нөлді басып, келесі қажет затымызды өлшейміз. Сұйық май. Сұйық майдан 30-35 грамм жетеді. Енді ұсататын ыдысымда осылай бір ұсатып, кішкене тындырып қойып, қайта ұсақтап аламын. Міне осылай болды. Бұл жерде менде кішкене тұздылау. Қант қосқан жоқпын, көріп тұрғандарыңыздай. Қантсыз жасап жатырмын. Қазір жұмыртқаға аздап қана 30 грамм қосамын. Мына жерде ұн өлшеп жатырмын. Ұннан 50 килолық ұннан мен 100 грамм алдым. Және де аздап аразақ дейтін шай қасықпен, егер сізде тараз жоқ болса, сондай осы көлемде ғана қосыңыз. Жалпы аразақ дейтілді көп қолданудың керегі жоқ. Ол қамырды мөлшерден көп қолданған кезде өзгертіп жібереді. Міне, мына жерде ұн мен аразақ дейтілді араластырып жатырмын. Негізі аразақ дейтілді араластырып болғасын ситадан өткізіп жүрсеңіз, тіптен жақсы болады. Енді барлығын араластырып, қамырымды дайындап, бір шетке алып қоямын. Жап-жасыл осындай қамыр болып шықты менде. Осы әдіспен жасасаңыз, диетада жүрген қыздарға, қан гемоглобин түсіп кете беретін қыздарға тұрақсыз сондай. Үнемі осы шпинатты қолдануды әдетке айналдырғаныңыз жақсы болады. Міне бір жұмыртқаны жарып оған аздап бір шымшым тұз салып, үлкен қасықта 2 қасық қант салдым. Енді бұны жақсылап көтеріп, миксерлеп, аппақ болғанша миксерлеймін. Сол кезде менің блинеларым әдемі болып пісіп шығады духовкадан. Міне осылай ақшыл сары болды. Осыны енді қамырымызға қосамыз. Араластырып, қамырымызды жұмыртқамен араластырып, қамырымызды дайындап болғаннан кейін пешімізді қосып, 160 градуста 30 минутта пісіп шығады. Жалпы жап-жасыл болып пісу үшін біз градусымызды көтермейміз. Баяу сондай 160 градустағы ыстықтық бізге жетеді. Міне кондитер мешогына салып, мен кішкентай бөліктерге бөліп, балаларға жеуге ыңғайлы етіп жасап жатырмын.
Сіз өз қалауыңызға қарайсыз. Жалпы балалы үйде осы шпинатты әртүрлі етіп қолдану, осындай табиғи жолмен витаминдарды қабылдау тиімді болады. Сол үшін жиі қолдануды әдетке айналдырыңыз. Аптекадан витамин алудың сізге мүлдем қажеті болмай қалады, егер осылай қолдансаңыздар. Қызылша, шпинат, осындай витаминдерге бай неше түрлі дәнектер, жаңағы майдалап қосып жіберсеңіз, салат, осындай вилинилар, сол кезде сізге мүлдем витамин сатып алмайсыз. Міне, пешімізге, қызып тұрған 160 градустағы пешімізге 30 минутта пісіріп шықтым. Жап-жасыл осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.